Әрбір үшінші әйел өз денсаулығын өзі байқамай бұзады. Ал ең қорқыныштысы, бұл қателер күнде қайталанып жатыр. Сен де сол қатені жасап жүрген шығарсың. Бүгін біз әйел денсаулығын баяу құртатын 10 қауіпті қателікті ашып айтамыз. Соңына дейін қара, өзіңді қорғап қалуың мүмкін. Ең бірінші қателік, ауырсынса да шыдай саламын. Әйелдер көбіне өзі өтеді деп дәрігерге бармайды. Іштің, белдің, кеуденің ауырсынуы ең маңызды сигнал. Салдары миома, киста, эндометриоз, онкология. Ал екінші қателік, гинекологқа жылдап бармау. Көп адам 2 жылда бір-ақ рет барады. Нормасы жылына 1 рет, ал жүктілік гормон өзгерістер кезінде жиірек. Дәрігерге бармау, уақыт жоғалту. Үшінші қателік, гормондарды өзімше емдеу. Достың кеңесімен дәрі ішу, интернеттен халықтық ем, гормон қалжың емес. Бұзылса салмақ, тері, көңіл-күй, репродуктивтілік. Төртінші қателік, стрессті қалыпты деп қабылдау. Әйелдер эмоцияны ішке сақтайды. Созылмалы стресс, гормон бұзылысы, ұйқысыздық, қысым. Стресстен ең бірінші әйел ағзасы зардап шегеді. Ал 5-ші қателік, дұрыс тамақтанбау. Таңғы ассыз жүру, кофе, тәтті, энергия деп ойлау, диета, ашығу, қайта жеу. Асқазан, бауыр, гормон 100%-ға байланысты. 6-ші қателік, аз қозғалу. Кеңседе отыру, үйде де қозғалыс аз. Салдары қан айналымы бұзылады, жамбас ағзалары тұрып қалады, тіпті киста, бедеулік, варикоз болуы мүмкін. 7-ші қателік, ұйқыны құрту. Түнгі 1-2-де ұйықтау, телефонмен ұйықтау. Гормондар түнде қалпына келеді. Ұйқы жоқ, гормон жоқ, энергия жоқ. Ал 8-ші қателік, гигиенаны дұрыс сақтамау. Қатты химиялық гельдер, синтетикалық іш киім, күніне бірнеше сағат құрғақтық. Нәтиже қабыну, инфекция, қышу, иіс. Ал 9-ші қателік, контрацепцияны білмеу, қолданбау. Маған керек емес деп ойлау. Жүктілік әр кезде жоспарланбайды. Нәтижесінде гормон бұзылу, түсік, қабыну, бедеулік. Ал 10-ші қателік, өзін соңғы орынға қою. Бәріне үлгеруім керек, отбасы, жұмыс, бала деп. Ал өзінің денсаулығы. Әйел шаршаса бүкіл жүйе тоқтайды. Әйел отбасының жүрегі, ал жүрек тоқтаса ештеңе жүрмейді. Сондықтан өзіңді бірінші орынға қой. Бұл эгоизм емес, бұл өмір. Қай қатені жасап жүрсің, төменге жаз. Келесі видеода сол қатені қалай түзету керек, толық айтып беретін боламын. Ал ұнаса, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыз және таныс достарыңызға, құрбыларыңызға жіберіп қойыңыз.